бойынша сүйіспеншілік адамның басты қасиеті деген тақырып бойынша біз қазір бір-бірімізге жылы сезімдер, сөздерімізді арнаймыз, жарай ма? Мен көркемтайды жақсы көремін. Көркемтай өзінің атына сай көркемдігімен, әдемілігімен және халыққа жақсылығына мен таңданамын. Әдемі болып жүремін. Мен жүрек сылаватырмыз қазір екен, артынан өте батыр адамның жанында достарым отыратын сабағымды беске қуантай берсін бізді, иә? Мықты болады Шерхан, ары қарай білімді болады. Рахмет. Мына балалардың үлкен жүрек айналып келіп маған келді. Жылы сезіммен үлкен жүректі болай берейік. Жақсы оқиық балалар. Бәріңді мен жақсы көремін. Сіздер ше? Біз сізді жақсы көреміз. Бүгінгі біздің әңгімелесуіміздің тақырыбы сүйіспеншілік адамның асыл қасиеті деп аталады. Адам баласы ең алдымен дүниеге келгенде, ол жан-жағындағылардан бейхабар болады, иә? Біраз уақыт өткеннен кейін, сәби көзін ашқаннан кейін аналар, әкелер, өзінің ата-анасына деген сүйіспеншілік пайда болады. Дәл осы сүйіспеншіліктің арқасында адам баласы өзінің жақындарына деген махаббаты сезе бастайды, иә, балалар? Сол махаббаттың арқасында ол өз ортасына бейімделіп, бауыр басады бір-біріне. Өмір өзі қиындықтан және қуаныштан тұрады. Солай ғой, иә, балалар? Бірде қуанамыз, бірде ренжиміз. Сол қуаныш пен қиындықты қатар келумен немесе алма-кезек ауысып отырумен біз бұл өмірде көп сабақ алады екенбіз. Осындай кездерде адам жаны адалдық, мейірімділік, қайырымдылық, адамгершілік, сүйіспеншілік сияқты керемет асыл қасиеттер болса адамның бойында, біз барлық жамандықты жеңіп шығамыз. Егер де барлық жан тәнімізбен өзімізге көмектесуге, өзгеге көмектесуге құштар болсақ, өзіміздің бойымызда осы асыл қасиеттердің орын тапқанын сеземіз, иә? Яғни біздің бойымызда біз біреуге жақсылық жасадық па, біз оған қуанамыз. Әркім біреуге жақсылық жасап қуанасың ғой. Ой, мен қандай, мен жақсы адам екенмін, мен қолымнан осындай жақсылық жасау келді деп. Сондықтан біз адам бір-біріне жақсылық жасауға, бір-біріне сүйіспеншілік сезімді сыйлай білуге біз өзіміздің бойымызда сондай асыл қасиеттерді қалыптастыруымыз керек екен. Кез келгеніміз мысалы өзіміздің ата-анамызға, отанымызға, жақындарымызға деген махаббатымызды жаңа кейде жыр арқылы, кейде жақсы сөздер арқылы бір-бірімізге Саламатсыздар ма? Сіздер біздің үйге қонақ болып келдіңіздер ме? Қонақ болсаңыздар үйге келіп шай ішіп кетіңіздер. Отағасы бар ма? Отағасы жоқ еді, жұмысқа кеткен еді, ертең келеді. Отағасы жоқ болса, біз кіре алмаймыз. Онда ертең үшеулеріңіз де келіңіздер. Отағасы, үйге кеше үш қария келген еді.
Сіз жоқ болғасын, олар кетіп қалды. Я келсін қонақ болсын. Олай болса, бүгін кешке шақырайын қонаққа. Я келсін. Саламатсыздар ма? Үйге жүріңіздер, қонақ болыңыздар. Біздің біреуіміз табыс, біреуіміз байлық, біреуіміз сүйіспеншілік. Қайсымыз кіреміз? Біздің тек біреуіміз ғана кіре аламыз. Үш қарияның біреуі табыс, біреуі сүйіспеншілік, біреуі байлық. Қайсысын үйге кіргізсек болады? Ол байлықты кіргізейік. Неге сүйіспеншілікті кіргізбеске? Бізге сүйіспеншілік қажет қой. Олай болса сүйіспеншілік кірсін, сүйіспеншілік. Сіздердің қайсыларыңыз сүйіспеншілік? Үйге жүріңіз, қонақ болыңыз. Сіздер неге үшеулеріңіз бірге кіре жатсыздар? Сүйіспеншілік, байлық та, табыс та, сондықтан біз бірге жүреміз.